Бақыттың мәні парасаттылықта. Әркімнің өз алдында игілікті мақсат қоя білуінде. Адамның өз мінез құлқын, іс әрекетін ерікті түрде өзгертіп, игілікке бағыттап отыруында. Менің болашаққа айтарым осы. Миллион жыл бұдан бұрын жанып кеткен, бітпеген нұры әлі сөніп көктен. Жұлдызға ұқсар дарын иелері, еңбегі бүгін бізге келіп жеткен. Өлген жоқ Әл-Фараби тірі мәңгі, ұйқыдан оянған жоқ сол күн таңғы. Ала алмай келе жатыр мың жыл бойы, ұлы ойды алса да өлім жанмен тәнді. Мінекей, мен де тұрмын атымда тап, халқыңа тарап жатыр аңыз лақап. Бас иіп, шығыс батыс барлық жұртың, бір адам алса сендей алсын атақ. Таратып бір Әл-Фараби домбырамды, тілеймін бұдан да шап атар таңды. Мың жылдан кейін тағы кездес бабам, той тойлап ұрпағыңмен қазақ банды. Біз Иван Федорович Халипов атындағы номер 1 орта мектептің жас мамандары ұлы даланың ұлы тұлғасы Әл-Фарабидің тағылымын өзгеге таныту атты эстафетасын мектеп директоры Мүшрапилова Замзагүл Төлеубековнадан қабыл алып, орыс тілі мен әдебиеті пәнінің бірлестігіне жолдаймыз. Фарабиім, әр сәтте естесің, әсемінің бар мақтанын өшпесін.